Бүгін Алматыда KITF 2026 халықаралық туризм және саяхат көрмесі өз жұмысын бастады. 24-ші рет өтіп жатқан бұл шара еліміздегі туристік саладағы айшықты оқиғалардың бірі. Аталмыш саланың кәсіпқой мамандарын, бизнес өкілдерін және мемлекеттік құрылымдар өкілдерін біріктірген көрме ауқымды экспозиция мен туризмнің дамуының өзекті мәселелері мен перспективаларына бағытталған іскерлік бағдарламамен басталды. Жақсыны көрмекке деп көрме жұмысына куәгер болып қайтқан тілшіміз Алмас Тояқбайдың бейне материалы. Биылғы KITF 2026 көрмесіне әлемнің 24 елінен өз мүмкіндіктерін паш етуге 414 компания ат артып келіпті. Көрме жұмысы салтанатты шарамен басталып, арнайы келген меймандар қатысушыларға табыс тілеп, игі тілектерін арнады. Участники, которые уже 24 года участвуют в площадке выставки, это азиатские страны, это европейские направления, это те, кто планирует начать стартовать с выставки с прямыми рейсами, а также те, у кого уже налаженное межстрановое и какое-то даже континентальное уже сотрудничество. Қарым-қатынастар, байланыстар болу үшін бізге осындай жиі выставкалар, көрмелер өткізу керек. Өйткені ол жерде келісім шарттарға қол қойылады, меморандумға қол қойылады. Ол әрі қарай енді дамуға да, туризмді дамуға, туристер келуіне біздің елімізге өте жақсы серпін, өте жақсы не береді деп ойлаймын. Осы жылы ұйымдастырылған саяхат көрмесінің негізгі ерекшеліктерінің бірі қатысушылар географиясының кеңеюі және жаңа бағыттардың пайда болуы. Кипр Республикасы, Монғолия, Наншань мәдени туристік аймағы, Үндістанның Гоа штаты, Шри-Ланка және Біріккен Араб Әмірліктерінің Абу-Даби Эмираты аталмыш шараға алғашқы рет қатысып отыр. Түркияның солтүстік шығысында орналасқан Трабзон өңірінен келген меймандар қазақстандықтардың тек Анталия мен Стамбулдан қайтпай, Қара теңіз жағалауының табиғатын тамашалап, тарихи мәдени ошақтармен танысқанын құптап отыр. 12.842 Kazakistan vatandaşımız Sarp gümrüğünden giriş yaptı Karadeniz'e. 2142 geceleme de Trabzon'da geceleme yaptılar. Biz bunun daha da artması için buradayız. İnşallah bu sayının artacağı ümit ediyoruz. Kazakistan'da kardeşlerimizi Trabzon'a bekliyoruz. Биылғы маусымның маңызды жаңалықтарының бірі KITF подкаст зон жаңа алаңының іске қосылуы. Бұл жерде кәсіби мамандар тәжірибесімен бөлісіп, озық ойларын ортаға салады. Ал KITF Community Stage саяхатшылар мен энтузиастар арасындағы тіл табысар диалог алаңы болып отыр. Барлық шараның ең маңызды тұсы бұл бүгінгі туризм, ертеңгі шешімдер тақырыбындағы саяхатшылар форумы болды. KITF Travel Forum бағдарламасы саланың өзекті мәселелерінің кең ауқымда талқылап, қатысушыларға қазіргі жағдайларда бейімделу үшін практикалық құралдар ұсынды. Көрме сәуір айының 24-не дейін алматылықтардың биылғы демалысын қайда өткізуге бағыт сілтеп, елдер арасындағы ынтымақтастықты арттыруға септігін тигізбек. Алмас Тұяқбай, Айдын Өнербай, Атамекен бизнес.